Сәлем достар, сіздермен бірге мен Асия Challenge KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде кезекті видео менің бір күнім. Аптаның соңғы күні, жексенбі. Ертең өздеріңіз білесіндеріңіздей дүйсенбі, сондықтан да біз сабаққа дайындалуымыз керек мектепке. Достар, мен бағана таңғы асымды ішіп алғанмын, ал енді қазір біз кір жуатын боламыз. Яғни рубашкаларды қазір кірге тастаймын. Достар, қазір пока что бізде кір жуылып жатқан кезде осы туфли аяқ киімдерімізді щеткалап мектепке дайындап қояйық. Давайте, кеттік. Міне сонымен достар, мен уже краскалап болдым. Щеткалап болдым. Мені осындай тап-таза болып қалды барлық туфли. Достар, сонымен мен ең бірінші сабақтан бұрын дене шынықтыруымды дайындаймын деп шештім. Конечно, сабақ важнее. Или наоборот. Дене шынықтыруымды, сол формамды сыйғызамын деген ойда. Сыйса жақсы болады. Мындай көк кофта, қара трико мынандай. Соңында осындай. Менің кроссовки киім бар осы жерде. Міне. Сосын үстіп леди барам ба? Или слишком тумпай кеттім оны? Ладно, жди немножко. Guys, мен уже дастархан жинап, ыдыстарды тастадым. Наконец-то, ребят.
достар, бүгін өте керемет жаңалық. Жансая біздің үйде. Міне, сәлем. Және де мен осылай өзімнің бір күндік блогымды бітірем деп ойласам, конечно, олай емес. Достар, мен ұйықтай салатын шығармын десем, жоқ, конечно. Біз қазақпыз ғой, қараңыздар, достар. Не болады, біздің үйге қонақ келді, және де біз қазір шашлык пісіріп жатырмыз. Вот. Міне, ас болсын. Рахмет. Вот, қазақпыз ғой енді бар. Ана шашлықтың түрін көріп қайтып жегім келмейді. Сочный, қараңыздар, достар. Қазір әлі миллион пісіп жатыр, ана жақта миллион әлі дайындап жатыр. А менің бетімді қарасаңыздар, сәл қызарып тұр. Неге десеңіздер, мен пияз турадым. Осылай күніміз өтуде. Слушайте, я знаю особенно большинство этих ребят, пожарные, копы. И если нарушите правила, начнется кошмар. Сонымен достар, көріп тұрғандарыңыздай мен уже душқа түсіп шықтым. И қазір бізде түннің бір уақыты болып жатыр, ал басқа біреулер мұн жақта ұйықтап жатыр. Ал біреулер үстіп шашын кептіріп жүр. Сонымен достар, егер бұл видеоны лайк қойып каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Видеоны осы жерге дейін көріп отырғандарыңызға уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет. Достар, сабақтарыңызды жақсы оқып, әрдайым 10 балл деген балды алып, өмір сүріп, бақытты болып, қуанып жүре беріңіздер. Негізі вообще балға қарамау керек, себебі ең бастысы ол бастарыңыздағы білім, сондықтан да уақыттарыңызды пустякпен өткізбей, моментпен қолданып, сөйтіп сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Енді сіздерге шынымен де алғысымды білдіргім келеді, себебі сіздер де уақыттарыңызды бөліп, осы видеоны осы жерге дейін до конца көргендеріңізге көп рахмет. Енді сіздер уже лайк қойып қойдыңыздар деген сенімде отырмын ғой мен уже. Ладно, ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше.